Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 5 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша бірінші екінші сабақты өтеміз. Бірінші тақырып отбасындағы дәстүрлер мен мерекелер деп аталынады. Қазақ отбасының дәстүрлері. Бірінші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Бұл жерде бізге екі диаграмма берілген. Бірінші диаграммаға отбасына байланысты туыстық атауларды жазуымыз керек. Екінші диаграммаға қандай отбасы деген сұраққа жауап беретін сөздерді жазуымыз керек. Яғни отбасы мүшелері ана, әке, ата, әже, аға, әпке, сіңілі, іні, бауыр, қарындас деген сияқты кете береді. Екінші диаграммада қандай отбасы? Кіші отбасы, үлкен отбасы, шағын отбасы, бақытты отбасы және тағы да басқа. Келесі тапсырма, екінші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Диаграмманы пайдаланып, өз отбасың туралы мәтін құрап жаз. Мәтіннің тақырыбы менің отбасым деп аталынады. Өзімді таныстыратын болсам, менің атым Ерасыл. Мен 5 сыныпта оқимын. Оқу үздігімін. Отан отбасыдан басталады деген ақылды сөзді кітаптан оқыдым. Отанның бір кішкентай бөлшегі отбасы. Менің отбасым үлкен, әр адамның туған туыстары болады. Бір шаңырақтың астында әжем, атам, әкем, анам, екі әпкем тұрамыз. Менің жанұям, жақындарым, мен үшін аса қымбат адамдар. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма оқылым айтылым тапсырмасы болып табылады. Ең бірінші өлеңді мәнерлеп оқып, мұғалімнің көмегімен өлеңдегі туыстық атауларды табуымыз керек. Олардың мағынасын анықтап, өлең мазмұнын өз сөзімізбен айтуымыз қажет. Бұл өлең жолдарындағы туыстық атаулар аға, әпке, іні, қарындас, немере, шөбере, ана, әке. Келесі тапсырма айтылым тапсырмасы. Төртінші тапсырма диалог. Жағдаят. Бір-біріңмен пойызда кездессіңдер, амандасыңдар, танысыңдар, өз отбасыларың туралы диалог құрыңдар. Яғни бұл жерде біз диалог құруымыз керек. Төртінші тапсырма. Сәлем, қалың қалай? Жақсы, менің есімім Айдос. Сенің атың кім? Менің атым Еркебұлан. Сен жалғыз жүрсің бе? Танысқаныма қуаныштымын. Жоқ, отбасыммен жүрмін. Мен де отбасыммен жүрмін. Отбасың туралы айтып берші. Менің отбасым үлкен, атам, әжем, әкем, анам, екі үлкен ағам бар. Сенің отбасыңда неше адам? Менің отбасымда 3 адам бар. Олар әкем, анам және мен. Менің отбасым шағын. Келесі тапсырма, 6-шы тапсырма. Яғни 5-ші тапсырмада бізде мәтін берілген. Сол мәтінді оқу арқылы біз 6-шы тапсырманы орындауымыз керек. 6-шы тапсырма бұл жерде жазылым тапсырмасы. Мәтіндегі тәуелдік, жалғауы жалғанған сөздерді теріп жазуымыз керек. Бұл жерде отбасым, атам, әжем, әкем, анам, ағам, інім, қарындасым деген сөздерге тәуелдік, жалғауы жалғанып тұр. 7-ші тапсырма оқылым айтылым тапсырмасы. Бұл тапсырмада тікелей мәтінмен байланысты. Мәтінді оқығаннан кейін мәтіндегі ақпараттың дұрыстығын тексеруіміз керек. Әлібектің отбасы үлкен. Я, үлкен. Қазақ отбасындағы жасы кішілерді ерекше құрметтейді. Жоқ, яғни қазақ отбасында жасы үлкендерді ерекше құрметтейді. Қазақ отбасында жақсы дәстүрлер көп. Я, дәстүрлер көп. Ата-анасы Әлібекке ақылды болуды үйретті. Я, Әлібектің қарындасы жоқ. Жоқ, Әлібектің қарындасы бар. Ұл бала мен қыз баланың тәрбиесін бөліп қараған. Я, бөліп қараған. Әлібек үлкендерге әрқашан кеңес береді. Жоқ, Әлібек өз отбасының дәстүрін құрметтейді. Иә. 8-ші тапсырма мәтін бойынша жазылым тапсырмасы. Қазақ отбасында қандай дәстүрлер бар? Кім не істейді? Сұрағына жауап жаз дейді. Яғни мәтін бойынша үлкендер жасы кішілерге қамқор болады, кішілерге көмектеседі. Жасы кішілер үлкендерге амандасады, үлкендерді сыйлайды, үлкендерді тыңдайды. Ұлы баланы мал бағуға, қолөнерге, ақша табуға үйреткен. Қыз баланы ас пісіруге, кесте тігуге, өрмек тоқуға үйреткен екен. Мәтін бойынша. 9-ші тапсырма жазылым айтылым тапсырмасы. Мәтін бойынша 5 сұрақ құрастырып жаз. Парталас досың екеуің бір-біріңе сұрақтарға жауап беріңдер дейді.
Әлібектің отбасында қанша адам бар? Қазақ халқында ұл баласын неге үйретеді? Қазақ халқында қыз баласын неге үйретеді? Адамдарды бір-біріне таныстыру тәртібі қандай? Қазақ отбасындағы кейбір дәстүрлерді атап бер. Яғни бұл сұрақтарда мәтін бойынша құрастырылған сұрақтар болып табылады. 11-ші тапсырма жазылым тапсырмасы болып табылады. Өлең жолын жазу үшін бізге қандай болу керек екендігі ережесі берілген. Құрылымы: бірінші, тақырыпқа қатысты бір зат есім сөзді жазуымыз керек. Әлібектің отбасы. Бірінші зат есім, екінші анықтауыш дейді. Үлкен тату, бірінші зат есім, үш жетістік, құрметтейді, қамқор болады, үйретеді, не істейді. Бірінші зат есімді суреттеп толықтырып 4 кілт сөз жазу керек. Әлібектің отбасы үлкен және тату. Бір зат есім, метафора. Бірінші жолдағы зат есімге назар аударатындай, үлкен отбасы деп жаздық. 12-ші тапсырма жазылым тапсырмасы. Бинго ойыны. Кім торды тез толтырады? Яғни бұл жерде белгілі бір сұрақтар берілген. Отбасында 2 адам бар, олар әкесі мен ұлы. Отбасында 4 адам бар, олар әкесі, анасы, әпкесі, інісі. Отбасында 3 адам бар, олар әкесі, анасы, қызы. Отбасында 5 адам бар, олар әкесі, анасы, ағасы, інісі, әпкесі болып табылады. 7-ші тапсырма. Шетелдік досыңа қазақ отбасының ерекшелігі мен дәстүрлері туралы білгеніңді айтып хат жаз дейді. Яғни достар, бұл жерде біз досымызға хат жазғаннан кейін ең бірінші сәлемдесіп, одан кейін барып тақырыпқа көшуіміз керек. Енді сәлемдесуді барлығымыз білеміз, сол себепті біз бұл жерге сәлемдесуді жазбадық. Қайрат, анда Қасым ата жүр екен, жүр амандасып келейік. Қайрат, үлкен адамды көргенде әрқашан амандасу керек. Ассалаумағалейкум Қасым ата, сәлеметсіз бе ата? Деген сияқты ары қарата диалогты қоштасумен, бір-біріне рахмет айтумен жалғастыруға болады. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма жазылып қойыңыздар. Ұнаса, ұнамаса өздеріңіздің пікірлеріңізді тастауларыңызға болады. Сау болыңыздар.